Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін бізде 89-шы сабақ, жаңа сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Бүгін сен кейіпкерге хат жазасың. Бірінші жаттығу: жұмбақтарды шеш. Бірінші жұмбақ: жыл-жылт еткен, жылғадан өткен. Жұмбақтың жауабы су. Екінші жұмбақ: отқа жанбас, суға батпас. Жұмбақтың жауабы мұз. Үшінші жұмбақ: тырсылдап түседі, жер бетіне жетеді. Жер бетіне жеткен соң ғайып болып кетеді. Жұмбақтың жауабы бұршақ. Төртінші жұмбақ: мамықтай ұлпа, қанттай ақ. Қыста жер бетін басады, жазда тауға қашады. Жұмбақтың жауабы қар. Бұл жұмбақтар Алтын Абдыра кітабынан алынған. Екінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Суыр сұңқар, су қайда ертегісі. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырыла шапқан жүйрік бопты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақта екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен ақ қарасын үзіп, сулай жөнеледі. Сиырдың соңында желдей жүйткіп, ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық, су қайда дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр, сиыр сасық, су мұнда деп, сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Әрі беріден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. Суыр сұңқар, су қайда дейді еркелетіп. Жылқы тұлпар, су мұнда деп, суыр мөлдір, тұнық суды атқа ұстата береді. Таза, тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып самғай жөнеледі. Сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, екі-үш қырды асқан соң ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы төрт аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтын күйге түскен екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні, өзінің астамшылық етіп суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінгені екен деседі. Ертегі бабалар сөзі кітабынан алынған. Ал енді балалар, осы ертегі бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Ертегінің қалай аталып тұрғанына мән бер. Қай кейіпкерге қатысты айтылған? Ертегі суыр сұңқар, су қайда деп аталады. Бұл әрине жылқыға қатысты айтылған. Берілген тірек сөздер қай кейіпкерді сипаттайтынын тап, олардың іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өзің не қосар едің? Кербез, тәкаппар, мақтаншақ, жүйрік, желдей жүйткіген, ренжіген. Бұл тірек сөздер сиырдың іс-әрекетін сипаттайтын сөздер. Ертегідегі оқиғадан өзіңе қандай сабақ алдың? Бұл ертегі бізге тәкаппар, мақтаншақ болмауды үйретеді. Себебі тәкаппарлық, мақтаншақтық бұлар адам бойындағы ең жаман қасиеттердің бірі.
Алтыншы тапсырма: кейіпкерге хат жаз. Хатыңда оған 3-4 кеңес беруді ұмытпа. Мақтаншақтық, тәкаппарлық адам бойындағы ең жаман қасиеттер. Бұл қасиеттер адамды өсірмейді, керісінше өшіреді, өкіндіреді, ұялтады. Сондықтан да жаман қасиеттерден өзіңді алыс ұста дер едім. Жетінші тапсырма бұл пікірталас, яғни бірінші топ су жақсы деп судың жақсы жағын айтамыз, ал екінші жақ су жаман деп судың жаман жағын айтса болады. Олай болса, бірінші топ су жақсы. Су тіршілік көзі, сусыз өмір жоқ. Су болмаса ешқандай тіршілік иесі де болмас еді. Сусыз адам бір күнде өмір сүре алмайды дейміз. Айтуға болады осылай. Екінші топ су жаман. Егер де гүлге шамадан тыс су құйылса, ол шіріп кетеді. Су тілсіз жауда бола алады. Көктемде кейбір аймақтарда қар суынан көп адамдар зардап шегеді. Егер суда жүзе алмаған жағдайда батып кету қаупі бар деп осылай екі топта топшылауға болады. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер де тіркелген болсаңыздар, келесі сабақты оңай көре алатын боласыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.